Тараз қаласында 2020 жылдан бері 116 азамат мүліктік салық төлемеген. Одан бөлек төленбеген көлік құралдары салығы 5 миллионнан асып жығылады. Осы орайда жауапты мамандар салық кодексін жетілдіру мақсатында жиын өткізді. Онда бірқатар аудандарының салық төлемдері бойынша олқылықтар айтылды. Таразда 116 жеке тұлға салық төлемей мемлекеттік бюджетке 54 миллион 592,6 мың теңге берешек. Бұл көрсеткіш Байзақ ауданында 5 миллион теңге шамасында. Демек, аталған ауданда 169 адам көлік салығында уақытылы төлемеген. Осылай деген Нұржан Тұрлыбеков 2020 жылдан бері мемлекеттік кірістер бойынша Шу, Сарысу, Тұрар Рысқұлов аудандарының да жұмысы көңіл көншітпейтіндігін айтады. Анықталған бұзықтар мекеме қызметкерлерімен Қазақстан Республикасының салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы кодексінің талаптарын жеткілікті деңгейде басшылық алмауынан және салықтық әкімшіліктер жұмыстарын қажетті деңгейде жүргізбеуінен орын алған. Атап өтілген бұзықтар бойынша тексеру комиссиясының бұзықтарды жою туралы нұсқамасы жолданған болатын. Алайда мемлекеттік кірістер мекемелері тарапынан нұсқаманы көрсеткен мерзімде уақытылы орындалмауда. Сондай-ақ жиын барысында су-газ құбыры бойынша салық өндіру мәселесі де сөз болды. Ал көлік салығы бойынша облыстық мемлекеттік кірістер департаментіне тапсырма беріліп, қатаң қадағалау керектігі баяндалды. Айта кетейік, салық уақытылы төленбеген жағдайда ескерту беріліп, 30 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Ардақ Сапибулла, Ермек Асобаев, Айқын ақпарат.